Ал облысымызда жыл басынан бері мемлекеттік қызметте жемқорлыққа жол берген 18 тұлға жұмасынан босатылса, тағы 31-і ескерту алған. Ал Нұр Отан партиясы жемқорлықтың алдын алу бойынша облыстық қоғамдық кеңеске 6 ай ішінде 24 шағым түсіпті. Бұл туралы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаменті өткізген қоғамдық кеңес отырысында мәлім болды. Жиын барысында алғашқылардың бірі болып сөз алған облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Жанат Садуақасов азаматтардың бойында жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамыту керек деген пікірде. Қоғамда жемқорлықтың алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыс көп-ақ, дегенмен нәтижесі көңіл көншітерлік емес. Мемлекеттік қызметке адалдық пен жемқорлыққа жол бермеуді адамға жастайынан үйрету керек деген Жанат Садуақасов бұл бағыттағы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің рөліне тоқталды. Большая профилактическая работа проводится через средства массовой информации. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы айтарлықтай алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Мемлекеттік тапсырысты орындайтын бұқаралық ақпарат құралдарының барлығында жемқорлыққа жоқ деп айт. Өзіңнен баста жемқорлықпен күрес сынды бірнеше материал көрсетілді. Егер 2014 жылы өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарынан жемқорлыққа қарсы тақырыпта 212 материал шықса, тек биылғы жылдың 6 айында 214 материал шығып үлгерді. Облыстық телеарналарда көрсетілген сюжеттер саны да өткен жылға қарағанда көбірек. Нұр Отан партиясы жемқорлықтың алдын алу бойынша қоғамдық кеңесіне жарты жылда 24 шағым түсіпті. Олардың барлығы қарастырылып, кейбірі бойынша тиісті ұсыныстар шығарылды. Облыста жыл басынан бері мемлекеттік қызметте жемқорлыққа жол берген 18 тұлға жұмысынан босатылса, тағы 31-і ескерту алған. Осы жылдың бірінші жарты жылдығында Солтүстік Қазақстан облысы бойынша арнайы есеп және құқықтық статистика басқармасы жемқорлық әрекетке жол берген 49 тұлғаны есепке қойды. Оның 80%, яғни 33-і жемқорлықпен күрес туралы заңның 12-ші бабы 1-ші бөлімінің 10-ші тармағына сәйкес тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Яғни бұл азаматтар бірнеше рет заң талаптарын бұзып, өз құзырына жатпайтын міндеттерді атқарған. Қоғамдық кеңес отырысын қорытындылай келе жиналғандар жемқорлықтың алдын алу мен азаматтардың мемлекеттік органдарға деген сенімін арттыру бойынша ұсыныстарын ортаға салды. Фариза Жазитова, Орал Әміренов, ақпарат.